Квазимемлекеттік секторға ел қазынасынан бөлінген қаржының 113 миллиард теңгесі игерілмей қалған. Мұны есеп комитетінің төрағасы Нұрмұхамбет Әбдібеков мәжілістің жалпы отырысында мәлімдеді. Жалпы бұл ел бюджетін тиімсіз пайдаланған жалғыз сала емес, айта кетсек, Қазагро ұлттық басқарушы холдингіне бөлінген 52 миллиард теңгенің 20% ғана игеріліп, 80%, яғни 40 миллиардтан астамы сол қалпында қалған. Аталмыш мәселені парламент мәжілісінің төрағасы мен депутаттары қатаң сынға алды. Имея на счетах немалые суммы, запрашивают и получают все новые и новые миллиарды. Қорларында қомақты қаржы бола тұрса да тағы да миллиардтап ақша сұрайды. 115 миллиардқа жуық қаржы игерілмей қалды дейсіздер. Ал биыл 300 миллиард теңге тағы да бөлінді. Бөлінгенді тиімді пайдаланбай игермей, жыл соңына қарай бей-берекет жұмсай бастайсыздар. Миллиардтап ақша сұрағанша қаржы қажетті әрі тиімді пайдалануды неге үйренбейсіздер? Құрметті жауапты қызметкерлер, әсіресе атқарушы биліктің білімді азаматтары, барлықтарыңызда білімде жетеді, қабілетте жетеді, бірақ ұлттық сана жетпей жатыр. Өкімет күнделікті біздің әкімшіліктер бюджеттік бағдарламалардың орындалуын қадағалап, соны ұйымдастыру керек. Өзгерту керек жұмыстың тәсілін, жұмыстың әдісін. Осы тұста ел қазынасын тиімді пайдаланудың жолын экономика министрі Тимур Сүлейменов ұсынды. Оның пайымдауынша бюджетті жоспарлауды 3 жылдықтан бұрынғыша бір жылдыққа ауыстыру керек. Себебі бөлінген қаржының жөнімен игерілмеуі жоспарлы мерзімнің ұзақтығынан, дейді министр. К сентябрю войдем в парламент. Қыркүйекте заң жобасын парламентке ұсынамыз. Бір жылдық бюджеттің тиімділігі оны жылдам игеруге болады. Мысалға алсақ, көптеген мемлекеттік деңгейдегі немесе мемлекеттік органдар мен жекеменшік субъектілер арасындағы келісім шарттардың көбі қысқа мерзімге, яғни бір жылға жасалады. Осы ретте қаржыны тиімді бөлуге ыңғайлы.